жалпы фундаментально қарасақ Hero's Journey кәдімгі традиционды жаңағы бұрыннан келе жатқан фитнес залдарына қалай айтсам болады, бір қиындық тудыра ма әлемде сіздің ойыңызша? Менің ойымша екі форматқа да жеткілікті тұтынушы табылады. Себебі мысалы адам қазіргі Invictus сияқты фитнес форматына барып жүріп, онда сәтті болса, онда оған барлығы ұнап жатса, ондай адам ешқашан Hero's Journey-ға келмейді. Ол айтады, Hero's Journey жаңадан бастап жатқан адамдарға шығар, мен өзімнің залымда өзімді жақсырақ сезінемін деп. Ал Hero's Journey не істей алады? Қазіргі таңдағы бар залдарда өзін-өзі таба алмай жүрген адамдарға және өзі үшін жақсы шешім деп фитнес шешімін таба алмай жүрген адамдарға көбірек жарасады. Сондықтан тұтынушының екі түрі де бар және екі